Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көкөністер қосылған тауық аяқтарын дайындайтын боламыз. Кешкі асқа не істеймін деп ойланып отырсаңыз, осы тағамды жасап көріңіз. Жасалуы өте оңай. Ол үшін тауық аяқтарын жуып тазалап, арасынан осылай пышақпен тіліп жібереміз. Одан кейін 2-3 шеше сарымсақты 2-3 бөлікке бөліп саламыз. 1 шай қасық кетчуп немесе томат пастасын, 2 ас қасық майонез, дәміне қарай тұз, паприка, дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Араластырып, осы маринадымызды жарты сағатқа бетін жауып холодильникке қоямыз. Көкөністерімізді қалауымызша турап аламыз. Менде картоп, сәбіз және болгар бұрышын қостым. Қызықша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттеріме лайк басып пікір жаза отырыңыздар, және менің каналымды қолдап, поделиться батырмасын басып, осы видеоны достарыңызға, әпке-сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Көкөністерімізге аз ғана сұйық май қосып, 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Противенге май жағып, көкөністерді салып шығамыз, үстіне тауық аяқтарын қойып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минутта қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне, осымен көкөністер қосылған тауық аяқтары дайын болды. Бетіне қалауыңызша көк жуа укроп сеуіп ұсынсаңыз болады. Дәмді әрі өте оңай кешкі асымыз дайын. Ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.